Баршаңызга кайырлуу күн достар. Бүгүн мен сиздермен куурулган түшпараны рецептимен бөлүшетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниямда калтырамын. Осы рецепт боюнча жасап көрүңүздөр. Түшпараларыңыз өтө дәмді әрі кытырлак болуп чыгатынына сенімдімін. Сиздермен бирге мен Мадина. Ең алдымен картоп пен пияздын сыртын ашып, осылай бөлүктөргө бөлүп турап алдым. Пиязды өтө усак этип турадым. Енді бөлек ыдысқа картопты салып, үстінен суымызды құйып, қайнатуға отқа қоятын боламыз. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Бөлек ыдысқа су, үстінен тұз салдым. Сосын бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай шанышқының көмегімен езіп алдым. Енді ұнды салып, оның үстінен қопсытқышымызды салып, қамыр илеп шығаратын боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді 20 минутқа қойып қоямыз. Енді біздің картопымыз пісті. Үстінен тұзды салып, венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалдырмай, майда етіп езіп шығатын боламыз. Үстінен қара бұрышымыз бен туралған пиязымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырларды осылай домалақ етіп бөліп алдым. Енді арасына ұнды сеуіп отырып жаятын боламыз. Қамырымыз өте жұқа немесе өте қалың болуға болмайды. Бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қамырды жайып болғаннан соң видеода көрсетілгендей етіп кесетін боламыз. Кесілген қамырларға салманы салып, осылай бүгетін боламыз. Енді табаға майды құйып, қыздырып аламыз алдымен. Сосын орташа отта пельмен бауырсағымызды пісіріп аламыз. Қыздар, міне менің рецептімдегі пельмен бауырсақ осылай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттерді салатын боламын.